Қайырлы күн достар, бүгін біз бір ингредиенттен екі түрлі сметана пирог жасайтын боламыз. Қамыры үшін бізге ұн, сары май, жұмыртқа, қант және де қопсытқыш қажет. Ұнды ситадан өткізіп, үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Және де жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Үстіне қантты және де қопсытқышымызды қосып, қамыр илейміз. Толық құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдырамын. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Осы қамырымызды бірден екіге бөлеміз. Және осы қамырды бірден формаға жайғастырып, әдемілеп жаямыз.